бүгін бізде қонақта керемет аспаз Әсел Бектемісова келді. Әсел ханым, қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін қандай тағам дайындаймыз? Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін кәдіден, кабачок, кәдіден құймақ жасаймыз. Құймақ. Бұл бір меніңше пайдалы тағам болайын деп тұрған секілді. Бүгін ғана айттық, марафон бастаймыз деп, қыздарға арықтауға арналған деп. Енді міне пайдалы рецепттермен де бөлісетін боламыз. Қандай өнімдер керек бізге? Кәді. Кәді, бір жұмыртқа, және екіншіден біз жұмыртқа жасаймыз. Қуырып жасауға болады, пісіріп, немесе пашот дейді, скрембл дейді. Түрлі жұмыртқа. Бір жұмыртқаның өзінен түрлі тағамда айтқаныз ғой қазір? Жоқ, бір жұмыртқадан қанша әртүрлі әдістер қолдан жасауға болады деген сөз қойында. Ірімшік, біз оны үкіштен өткіземіз. И где-то 1,5 қасық ұн. Мына біз көрермен экранда көрсетіп тұрмыз өнімдерін. Қиын ештеңкесі жоқ. Кәдеден осындай пайдалы тағам дайындаймыз. Кірсегендеше, мен істей берейін. Сіз бір жұмыртқаны аршып, бұл піскен жұмыртқасын? Жоқ, жарып, екіге бөліп қойыңыз. Жалпы құрметті көрермен, кәдінің пайдасы орасан зор. Жара бересіз, жаққа несін салып. Пайдасы өте мол, зор, витаминдері көп. Жаңа айта кеттік қой, арықтау деп, жалпы калийға толы кәді. Кәді сондай-ақ қартаю процесін дейміз ғой, баяулатады. Жап-жас болып көрінгілеріңізге жүрсе, дәл осы рецепт жасап, кәдіден тағамдар жеп тұрыңыздар. Енді мен асықтырмай сізді сұрап алайыншы. Әсел ханым, айташы, не істеу керек маған? Мұнаны бөлу керек пе ағын сарысынан әлде қалай? Біріншіден бөліп жасауға болады. Екіншіден осының жартысын ғана қолдануға болады. Жартысын қалай? Араластырып, жартысын аласақ болады. Құрметті көрермен, біз міне кәдін өткішін өткіземіз, жұмыртқамыз болса араластырады. Ал сіздер арнадан ауыспаңыздар, бізде жаңалықтар, ауа райы болжамы. Кейін осы студияда ас бөлмеде кәдіні бірге қуыратын пісіретін боламыз. Қоймағымыз қуырылғанда ыдырап кетуі мүмкін, арасы. Міне, мына жерде жаңа ғана құрметті көрермен, біз өткіштен тағы да ірімшікті өткізіп алдық. Қарапайым дүкенде сатылатын майлылығы орташа ірімшікті аласыз, өткіштен өткізесіз, енді араластырамыз, Оны араластырамыз, кішкене ғана жұмыртқаның жартысын немесе сарысын салуға болады. Көп емес. Бұл енді сәл-сәл ғана қосып. Және 1-2 шай қасық ұн саламыз, Құрметті көрермен, жасалу өте оңай екен. 2-3 еуін қуырып қойдық біз. Мен асығып тұрым жеуге, бұл кісілер әлі тағы да көрсетеміз, пісіреміз деп жатыр. Кәді, жұмыртқа, ұн пайдалы, тойымды, ағзаға жеңіл. Керемет бір тағам болайын деп тұр. Кәдінің өзінің пайдасы орасан зор. Жұмыртқаныкі де, ұндың да пайдасы бар. Таңғы асқылар тойымды тағам ғой. Қай-қайсы да майлы дүние емес. Сәл ғана қызып тұрған отқа майды сәл-пәл құясыз да қуырып дайындайсыз. Енді мен дайындауға әдемілеуге кірісе берейін. Жаңа жарнама кезінде қуырып қойған дайын кәдіден жасалған құймақтарымыз сәл-сәл жылып үлгерді. Енді мен әдемілей берейін. Әзірге сіз көрермен сіздер үшін Әсел ханым қуыратын болады. Мен оңға осылай орайды екен, одан кейін қуырады екен. Жалпы құймақ дегеннің барлығы жасалу жолдары жеңіл ғой. Соның ішінде пайдалысы бар, тойымдысы бар. Асқазанға өте пайдалы, диеталық тағам деп айтса болады. Витамин мен минералдары өте көп. Жалпы кәдінің өзі құрметті көрермен, жаңа айта кеттік қой, қартаю процесін азайтады. Сондай-ақ бұның теріге пайдасы өте зор. Бет тазалығы, терінің тазалығы, терінің жағымсыз иістеліп кетудің өзі асқазаннан ғой. Дұрыс тағып мақтануына. Кәдінің орны ол жерде өте ерекше және орасан зор. Әсел ханым, айтыңызшы, үйде жалпы көбіне пайдалы тағамдарды дайындауға тырысасыз ба, әлде енді оған көбіне мүмкіндік бола бермей ме? Мен үйде пайдалы тағамдарды жасауды тырысамын. Өйткені денсаулық жастан денсаулыққа көп көңіл бөлу керек, қазір жастар сондай тенденция дейді ғой, көбінесе осы пайдалы тағамдарды жеп, көп нәрсе пайдалы тағамнан жасалған тағамдарды үйренгісі келеді, сондықтан қазір осы жаз келе жатыр, көкөністер бәрі
қолжетімді. қолжетімді пісіп, арзандайды. сондықтан осындай Сонда мүмкіндік жібере болыңыздар, пайдалы тағам жеңіздер енді. Әрине, Жалпы көңілді жүру үшін де, жас болып қалу үшін де, сұлу болу үшін де тағам Дұрыс пайдалы айтасыз. болу керек. Негізі осы әйел қауымы, аруларымыз, аю деп айтайын деп жатырмын ғой. Айтады ғой, жалпы ертеңсін тұрғаннан кейін ең бірінші проблемасы қандай тағам дайындаймын дейді. Бүгінгі бізге сіздерге осындай кеңес, кәдіден құймақ дайындағыңыздың келіп тұр. Енді құймағымыз біздің қуырылғанша, құрметті көрермен, жалпы қазақ даласындағы бейнелеу өнерінің негізін қалаған Әбілхан Қастеевтің есімін күллі әлем біледі. Қазақ халқының өмірін жан-жақты суреттеген осындай керемет ұлы тұлғамыз қазақтың бір туар тарихи тұлғаларын кескіндеп оның ішінде өз қиялымен мысалға Амангелді Иманов, Шоқан Уәлиханов, Жамбыл Жабаев сынды тұлғалардың портреттерін суретші шеберлеген айқын көрінісі бар. Әбілхан Қастеев шығармашылығындағы тарихи тұлғалардың ішінде Абай есімі әрине ерекше, бұл даусыз ерекше орын алатындығы. Әбілхан Қастеев туындылары жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Қандай тамаша Әбілхан Қастеевтің осындай туындылары, құрметті көрермен. Біздің студиядағы иістің де дәмі керемет болып тұр. Әттең жеткізе алмаймын сіздерге. Мен дайындалып тұрмын, дәмін татуға міндетті түрде. Қазір Әсел ханым қуыруға салып қойды, бірақ толықтай қуырылып үлгермеді, әзірге. Қазір көрсетсек, өздеріңізге қақпағын ашып. біз жанына да жұмыртқаны бір қойып салып қойдық. Тойымды болу үшін. Тойымды, әдемі, дәмді болу үшін. Жалпы мына Қайырлы таң студиясында отырған жандардың, операторлардың біздің таңғасымыз дайын. Сіздер де дәл қазір соны жасаңыздар. Өте дәмді пайдалы. Енді уақыт тікелей эфир болғаннан кейін шектеулер бар. Ол қуырылып біткенше дайындарын дәмін көре берсек, екі түрлі болып мынау. Жалпы бұл тағамның негізі құрамында ешқандай да бір ұзақ пісетін дүние жоқ қой негізі. Бұл жерде жұмыртқа ол да тез піседі, кәдінің өзі енді дайын өнім. Бұған қоса бұл жерде ірімшік, бұл бірден еріп бастайды. Меніңше бір сол балқып тұрғанында жеген жақсы шығар бәлкім. Енді дегенмен іші жұмсақ болады. Іші жұмсақ болады, ірімшігі бар. Тамаша. Ал мархабат болса. Міне мынадай тағам дайын болды. Енді мен алдын ала жасап қойған едік. Енді мынау қазір қана. Қайсының дәмін көрейін айтыңызшы. Барлығы. Емес қой ешқайсысы, Онда қазір піскеннен бастайын. Кішкене, Міне құрметті көрермен. Айтатын едік қой біз дәмі ауызға салсаң еріп кетеді деп, сондай болайын деп тұрған сияқты. Салмай жатып еріп. Негізінен іші сонда жұмсақ болу керек, өйткені ірімшігі бар, кәдінің өзі жұмсақ, дұрыс па? Сондықтан бұл өте дәмді. Ой, керемет, Әсел ханым. Шынымен де өте дәмді шықты. Құрметті көрермен, үйлеріңізде қайталап жасап көріңіздер. Себебі енді ірімшіктің дәмі, кәдінің дәмі бәрі бір-біріне жарасып тұр екен. Нұржан, енді сен неге дәмін көрмей тұрсың? Көрейін деп сізге жол беріп Қауіптеніп тұрмын. тұрсың бәлде. Аха, мен мынаның дәмін көрейін. ол ертерек жасап қойғанымыз, Құрметті көрермен. Керемет шынымен де, Сөз жоқ. Құрметті көрермен, енді Әсел ханым үлкен алғысымызды білдіреміз. Әр таң сайын келіп, бізді қуантып, осылай студияда тағам дайындап, өзіңіздің ерекше рецептіңізбен көрерменмен бөлісіп отыр жүргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Біздің атымыздан тағы да рахмет айтамыз. Біздің таңғастай. Ал енді құрметті көрермен, біз қызықты ақпарат одан әрі жалғастырайық. Осыдан 220 жыл бұрын Сидней газеті коала туралы алғашқы мәліметтерді жариялайды. Содан бері ғалымдар қалталы аюға қатысты көп деген дерек жинаған. Ендеше тек Аустралияны ғана мекендейтін жануар туралы мәліметтерді біле жүрейік. Аустралия материгінің шығысына жақын аудандарда өмір сүретін жануар туралы толығырақ келесі бейнематериалда.